Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 13 тамызға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Енді уақытты жоғалтпай, жаңа серіктестер іздеуді бастау үшін көбірек жұмыс істеу керек. Осы бағыттағы күш-жігер толығымен марапатталады. Өз ісіне айтарлықтай нәтижеге қол жеткізген тәжірибелі адамдардың пікірлері мен кеңестерін тыңдауға тырысыңыз. Есіңізде болсын, жалғыз адам жауынгер емес. Кәсіби өсу жоспарын ойластыру керек, немесе жақын арада қаралуы керек. Жағдайларды жай жүйелеу керек. Қаржы мәселелерінде ұстамды болыңыз, қажет емес сатып алулардан аулақ болыңыз. Әріптестермен немесе басшылықпен кейбір түсініспеушіліктер болуы мүмкін. Сізге даусыз дәлелдер келтіре отырып, өз позицияңызды қорғауға тура келеді. Бірақ сіз көтеріңкі дауыспен сөйлемеуіңіз керек. Жақындарыңыздың мүдделерін ескеріп, қақтығыстардан аулақ болыңыз. Ерік-жігерді жұмсау арқылы жақсы нәтижеге қол жеткізе аласыз. Ерлі-зайыпты болуға әбден мүмкін. Тағдырлы таныстықтар дайындалып, олар елеулі қатынастардың пайда болуына әкеледі. Босаңсымаңыз және жағдайдың өз жолымен жүруіне жол беріңіз. Егер сіз өз бастамаңызды өз қолыңызға алсаңыз, сіз бұдан да көп нәрсеге қол жеткізесіз. Кәсіби тақырыптар бойынша әріптестермен әңгімелесу сізді таңқаларлықтай тиімді нәтиже беретін қызықты идеяларға жетелейді. Жігерлі, ашық, ақжарқын болыңыз. Егер өзіңіздің мекен-жайыңызға сын естісеңіз, ренжімеңіз. Айтылған сөздерді қарастырыңыз. Объективті болуға тырысыңыз. Егер әділетсіздікке ұшырағаныңызға сенімді болсаңыз ғана қарсылық білдіруге болады. Сізге моральдық қолдау немесе басқалардың мақұлдауы қажет болуы мүмкін. Ескі достарыңызбен сөйлесуден тартынбаңыз. Олар сіздің проблемаларыңызға күтпеген қырынан көмек көрсете алады. Соның арқасында сіз тез және оңай шешім таба аласыз. Кәсіби істер бірінші көзқараста көрінгенде қиын болмайды. Сондықтан жұмысқа кірісуге қымсынбаңыз. Күн романтикаға, достарыңызбен кездесулерге қолайлы. Тіпті таныс емес адамдармен қарым-қатынас жағымды және перспективалы болады. Енді сіз өз міндеттеріңізге өте жауапкершілікпен қарауыңыз керек. Іскерлік белсенділікті көрсетуге тырысыңыз. Кез келген жағдайлардан шығудың жолын іздеңіз. Бұрын басталған жағдайлардың дамуына қатысыңыз. Бұл күн оқуға, ескі достармен кездесуге және ой өрісін кеңейтуге қолайлы. Бүгін ашық әңгімелесу үшін дұрыс уақыт емес. Үндемей, айналада не болып жатқанын бақылап отырған дұрыс. Әңгіме барысында алынған ақпарат бұрмаланып, сізге қарсы қолданылуы мүмкіндігі бар. Бірақ бұл күн жүрекке қатысты барлық нәрсе үшін келешегі мол бола алады. Жаңа жағымды таныстықтар болуы мүмкін. Үлкен шешімдер қабылдаудан қорықпаңыз. Сіз іскери келіссөздер жүргізе аласыз. Кәсіби қызмет пен мансапқа қатысты мәселелерді талқылай аласыз. Саяхатқа отбасы мүшелерімен бару, тұрмыстық мәселелерді шешу жақсы болады. Мүмкін бұл күн сізге жағымды тосын сыйлар даярлауда. Жұмыстағыдай жеке салада да қазіргі қатынастарды қайта қарау кезеңі басталады. Және оларды ең жоғарғы деңгейге шығару ықтималдылығы бар. Жаңа байланыстар мен таныстар тез пайда болады. Тамыздың 13-іне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.